50-ші жылдардың аяғы мен 60-ші жылдардың ортасы Жезқазғанның қарқынды өсу кезеңі. Қалада әлеуметтік нысандармен қатар жаңадан өндіріс орындарда іске қосыла бастады. Мәселен, нөмірі 55-ші және нөмірі 57-ші алып шахталар құрылысы сол жылдардың еншісіндегі жетістіктер. Бұл екеуі алып шахтар. Мұндағы негізгі алып шахтар дейтінді, мұнда өздігіне жүретін техника қолданатын болды. Дизельный жаңағы ешқандай іштеге байланбаған дизельный техниканы қолдану үшін, осының производительностін көбейту үшін жасалған. Содан бері бұл шахтардың әрқайсысы жылына 2,5 миллион тоннадан руда беріп тұрды. Оны әрине салыстыруға келгенде бұл өте көп руда ғой. Егер біз патша уақытында 5 тонна үшін күрессек, қазір енді қанша екенін өзі көріп тұрсыз енді. Бұл шахтарда керемет майталмандар Төлебай Садуақасов деген жігіт істеді осында. Көптеген директорлар істеді. Бәрі де жұмысты тамаша істеп, Жезқазғанға кен өндіруге көп үлесін қосты. Уақыт өте келе осындай алып кәсіпорындарды бір орталыққа біріктіру қажеттілігі туындайды. Көп ұзамай 1958 жылы Кеңестер одағы түсті металлургия министрінің бұйрығымен Жезқазған тау-кен металлургия комбинаты құрылды. Алғашқы директоры болып Виктор Гурба тағайындалды. Жаңадан ашылған комбинаттың құрамына байыту фабрикасы, кен басқармасы және Қарсақбай мыс заводы кірді. Жалпы Жезқазғанның өсіп-өркендеуіне өлшеусіз үлес қосқан тұлғалардың бірі Виктор Васильевич Гурба. Ол 30 жылға жуық Жезқазған кен металлургия комбинатын басқарған білікті басшы, ел ағасы. Виктор Васильевичтің дәл осы столдың үстінде Жезқазғанның болашағы үшін небір ұтқыр шешімдер мен байыпты бағдарламалар қабылдағаны тарихтан мәлім. Әрине, ол бағдарламалар өндіріс қуатын арттырумен қатар адамдардың әлеуметтік тұрмыстық жағдайларын жақсартуға бағытталды. Мәселен, қысқа мерзімде екінші байыту фабрикасының құрылысы толық аяқталып, стадион мен мәдениет сарайы, жаңа тұрғын үйлер мен мектептер пайдалануға берілді. Өнеркәсіп дамып, тұрғын үйлер, толып жатқан ғимараттар, халық мүддесіне арналған әлеуметтік нысандар шаң беріп жататын тұғын. Оны осы жергілікті халықтар өте зор мақтанышпен айтатын. Біздің Сарыарқаның төсінде мынау алпауыт күннің несін райына қарамай, ыстығына, суына қарамай, қажырлы еңбектің арқасында осы араға темір жол салып, электр жүйесін тартып, кен өндіріп, мыс қорытатын шаһарға айналды. Бұл сол кездегі әлі жастардың арман еді. Бұндай құрылысқа келіп, еңбек ету, өзінің үлесін қосу. Сондай мақсатпен бұл да келдім бұл Жезқазған қаласына. Жаңа қала құрылыстың қарқынды жүруіне Казмедстрой трестінің қосқан үлесі қомақты. Әсіресе ірі панельді үйлер салу кең қолдау тапты. Қала аумағының өсіп, бір қатар жаңа көшелердің ашылғанында сол жылдар. Жалпы Жезқазғанда көше тауларын беру науқаны 1958 жылдардан бастап қолға алына бастайды. Сол жылы, яғни 1958 жылдың 12 ақпанында халық депутаттары Жезқазған қалалық атқару кеңесінің нөмір 49 шешімі шығады. Сол тарих шешімге сәйкес осы қаланың ондаған көшелеріне тарих тұлғалардың есімдері беріле бастайды. Әрине, олардың барлығы дерлік революция сарбаздары мен кеңестік идеологияның кейіпкерлері болатын. Мәселен, Жезқазғандағы ең бірінші ескерткіш саналатын мына белгісіз солдат бейнесі 1956 жылы Пушкин көшесі бойында орнатылды. 1960 жылы Қазақстан кинотеатры, жедел жәрдем станциясы, қалалық жас техниктер станциясы, нөмірі 5-8 жылдық мектеп, басқа да нысандар ашылды. Ең ірі өндірістік орын нөмірі 32 шахта қатарға қосылды. Южный саябағы бой көтерді. Қалалық телестудия жұмыс істей бастады. Жезқазған қалалық телестудиясының ғимаратын салуға және қажетті жабдықтарды алуға жергілікті тау-кен металлургия комбинаты мол ақша бөлген. Бүкіл құрылыс монтаж жұмыстарын өз қаражат есебінен жүргізген Казмедстрой тресі. 1958 жылы Алматыда, Өскеменде, Қарағандыда телевизия студиялары құрылды.
Жезқазған телевизия студиясының жалпы тарихын ерекшелендіріп тұратын бір жайт бар. Ол мынау облыстың орталығы емес, қалалардың ішінде ең бірінші болып, жалпы облыстарды алғанның өзінде осы жаңағы аталған 3 телестудиядан кейін Жезқазған телевизия студиясы 1960 жылы құрылып, өзінің жұмысын бастаған. Бір ақиқаттың басы ашық. Сол кездегі қала мен комбинат басшылығы тек өндірістік көрсеткішке бой алдырмай, халықтың мәдени рухани деңгейіне де көп көңіл бөліп отырған. Бейресми түрде Жезқазған телевизия студиясы 1959 жылы әуесқойлар телеорталық есебінде құрылып, өзінің эксперименттік хабарларын жүргізе бастаған. Дәлірек айтқанда, көркем фильмдер көрсете бастаған. Сол ашылған кезде ол да бір қызық тарих. Бүкіл Жезқазғанда не бар, 200 телевизор болған екен, телевизордың саны. Сонда жаңағы сол 200 телевизордың иелері сол бақыттылар отбасы сияқты болып, оған жаңа көрші қолаңдары, жиналатын дос жарандары, туған туысқандары келіп, ол бір бейне бір кинозал сияқты. Ал 60 жылдардың аяғында орбита телестанциясы іске қосылысымен жезқазғандықтар республикада алғашқылардың бірі болып, Москва орталық телевизиясының телехабарларын көре бастайды. Бұл жерде тағы да комбинат басшылығы, оның ішінде Виктор Гурбаның жанашыр әрекетін айта кеткен орынды. 75 жылы 30 жылдық жеңістің 30 жылдығына байланысты үлкен ескерткіш ашылды. Ол мына Кеңгір қоймасының жағалауында. Мына ғарышкерлер аллеясы ашылды Жезқазғанның тура ортасында. Оған үлкен жаңағы жер шарының макеті қойылды. Алғашқы строительдердің, алғашқы құрылысшылардың ескерткіші ашылды. Анау аэропорт, жаңадан аэропорт салынды. Осының бәріне де сол уақытта Жезқазған кен металлургия комбинатының басқалған Гурба Виктор Васильевич деген азамат болды. Ол сол жерге жерленді, сол Жезқазғанның қасында. Сол азаматтың еңбегі өте зор болды. Ол сен бәлен ұлтсың, сен мына жақтықсың, сен мына жақтысың деп ешкімді бөлмеді. Ол азамат тек қана сол елдің көркеюіне, сол елдің жаңа Қаныш Сәтбаев айтып кеткен үлкен Жезқазғанның дамуына ерекше еңбек сіңірген азамат болды. Кен игеру саласына сіңірген еңбек үшін ол алғашқылардың бірі болып, социалистік еңбек ері атанып, Совет Турадағы мемлекет сыйлығына ие болды. Қаладағы көшелердің біріне оның есімі берілген. 1960 жылдары металлург стадионы, нан және сүт комбинаттары пайдалануға берілді. Жезқазған медициналық училищесі, Қарағанды политехникалық институты, жалпы техникалық факультетінің кешкі оқу бөлімі, нөмірі 13-ші Қазақ-орыс орта мектеп ашылды. Ертіс Қарағанды каналының құрылысы басталды. 1961 жылдың көктемінде 600-ге жуық ғалым қатысқан Қазақ СССР ғылым академиясының көшпелі сессиясы Жезқазғанда өтті. Республика ғылым академиясының президенті Қаныш Сәтбаев басқосуды арнайы арқа төсінде ұйымдастырған. Ондағы мақсаты кенді өңірдің өркендеуін жаңа деңгейге көтеру. Әсіресе геология саласын дамыту терең талқыланды. Бүгінгі Жезқазғанның мысалы атануы да сол келелі басқосудың кемел жемісі дейді белгілі геолог Мәлік Омаров ақсақал. Көпшілік геологияда қазір батысқа бойын ұрып барады. Ең геологиядағы жоғарғы мектеп ол орыс геологиясы деп аталады. Архангельский, Карпинский, Обручев, Смирнов, солардың біреуі Сәтбаев. Академиктер, өйткені олардың еңбегінде еңбек еш жерде жоқ. Совет үкіметі құлаған уақытта кішкентай ғана жерде Қазақстан запас бойынша 6-шы орында тұр. Сонда геологтардың зерттеп, Қаныштың тапқанның арқасында сол Қаныш бастаған геологтардың еңбек ет. Бір таңданарлығы, әлі күнге дейін Жезқазған өңірі Қаныш Сәтбаевтың болжап кеткен геологиялық картасын басшылыққа алып отыр. Қаныштың жаңа мысалы 32-ші жылы жазған Жезқазған өңірінің байлықтары деген мақаласы шыққан.
Ол уақытта кішкентай ғана бір жердің геологы оны жұрт көрген жоқ, көп адам оны оқымағанда. Мысалы, сонда мынандай сөз бар. Жезқазғанда Жаман Айбат кен орнын, Сымтас кен орындарын және Түйемойнақ пегматитовый жилаларын съемка жасау керек дейді. Сол съемка жасау деген нәрселер 65 жыл ғана іске асылды. Жаңа кен орындарының игеріле бастауы сол 60 жылдардың ортасы. Осы уақыттан бастап кен байлықтарын өңдейтін кәсіпорындарға сұраныс туындайды. Нәтижесінде 1965 жылы нөмірі 55-ші, 2 жылдан соң нөмірі 57-ші алып шахталар іске қосылады. Мың 1960 жылдардың ортасы Аненс карьері жұмыс істей бастады. 2000 нөмірлік АТС іске қосылды. Жезқазған тау-кен металлургиялық комбинатына Сәтпаев есімі берілді. Купрум спорт сарайы, Жезқазған тігін фабрикасы, Жезқазған педагогикалық училищесі ашылды. Үйтас Айдос су көзі пайдалануға берілді. Дайын өнімі шығару мақсатында 1966 жылы мыс қорыту заводының құрылысы басталғаны тарихтан мәлім. Сол кездің талабымен қарасақ, бұл нысан Кеңестер одағындағы алып құрылыстардың бірегейі саналған. Мәселен, биіктігі 206 метр завод трубасын көтеруге Москвадағы Останкино телемұнарасын монтаждаған арнайы мамандар шақырылыпты. Осы айғақтың өзі-ақ зауыттың маңызы мен құндылығын көрсетсе керек. Жезқазған 70-ші жылдардың басында үлкен одақтағы мыс кен орнының бірі болды. Партияның 24-ші съезінің шешімдерінде Жезқазған кен металлургия комбинатының құрылысы аяқталсын деген жергілікті жерге директива берілді. Міне сол жылдары өмірге мынау алып шахталар 4 миллион, 5 миллион, 7 миллион тоннаға дейін ұруда кен шығаратын 55, 57 шахталар, одан кейін 65-67 шахталар пайдалануға берілді. Жезқазғанда мыс өндіру 70-ші жылдардың басында жыл сайын мыс кенін өндіру 20 миллион тоннадан асты. 1970 жылы мыс зауытының құрылысы аяқталды. Осы маңызды кәсіпорын іске қосылғаннан кейін тек мыс қана емес, бұрын қалтыққа кетіп жүрген қорғасын және басқа да бағалы металдардың ондаған түрі өндірілетін болды. Мәселен, Қарсақбай мыс заводы жыл сайын 5000 тонна қара мыс шығаруға есептелген болса, Жезқазғандағы жаңа завод одан 20 есе көп өнім шығара бастады. Қазақстанның құрметті құрылысшысы Амангелді Земекбаев завод құрылысында өз таңбасын қалдырған азамат. Сол еңбек үшін Кеңестер одағы министрлер кеңесінің сыйлығын алған 20 адамның бірі. Жезқазған мыс құрылысының заводында айтарлықтай мен көзге көрінетіндей қиыншылық бола қойған жоқ. Жеткілікті түрде мемлекет тарапынан қажет бұйымдар, тағы да қажет өнімдер еш уақыт кедергісіз келіп тұр. Өйткені бұл Жезқазған мыс заводының құрылысы, айтып отырмын ғой, кезіндегі сол Совет одағындағы дәуірінде бұл енді Қарағандың магниткасы сияқтындай қалайды. Сондай өте маңызды болды. Оған сондықтан да қатты көңіл бөлді. Зауыттың іске қосылуы жезқазғандықтар үшін ғана емес, бүкіл Кеңестер одағында айрықша оқиға болғаны рас. Сол кездегі қалалық партия комитетін басқарған Кәкімбек Салықов шырайлы сәттерді былайша қағазға түсірген. Орындалды ата мақсат үміттер, забой бойлап кен сарайын жүріп көр, соның бәрін өз қолымен жасады Прометейлер жезқазғандық жігіттер.
Кәкімбек Салықов 15 жылдай Жезқазған кеніштерінде еңбек етіп, қалалық партия комитетінің бірінші хатшысы, облыстық партия комитетінің екінші хатшысы қызметтерін атқарған мемлекет қайраткері. Басшылық пен ақындықты қатар ұстап жүріп, Жезкиік атты ғажап өлең жазды. Біздің жаққа қалай келді, жолымды көлденеңдеп жанай берді. Күтпеген қуаныштың хабарындай, жалт еткен жанарыңа қарай берді. Осынау керемет әннің әуені белгілі композитор Жақсыкел Сейіловтікі болатын. Жалпы Сейіловтің ән әлемі Жезқазғанмен тығыз байланысты. Өйткені оның шығармашылық жолы 60-шы жылдардың аяғында атақты Қарагөз ансамблін ұйымдастырудан басталады. Жезқазғанның ең басты мәдени ошақтарының бірі осы Серке Қожамқұлов атындағы музыкалық драма театры. 70-ші жылдары бұл жер металлургтер мәдени сарай деп аталатын. Сол жылдары елімізге танымалы Қарагөз ансамблінің ең алғашқы концертінің тұсаукесері осы ғимараттың сахнасында өткен болатын. Қарагөз ансамблінің ұйымдастырушылардың бірі Сәлімжан Сейілов бұл күндері Сәтбаев қаласында тұрады. Аңызға айналған ансамбль жайлы естеліктерін бөлісуге үнемі әзір. Бір күні Народович деген отдел культураның бастығы осы горисполкомда келіп, сендер енді ұйымдасып, қазақ ансамблі керек болып тұр, Қарағанды облысында облыс өсіп отыр, соған бар деді, біз салып жүрдік. Түнімен дайындадым жаңағы. Ол уақытта Жақсыкелдің жаңа шыққан өлеңі ана балада соны айтамыз. Болаттың бірінші шыққан өлеңі сағыжы соны айтамыз. Репертуарымызда сосын Қарлығаш деген би болды, кім деген Майя Сарбаеваның биші қызымыз болды. Камал Қазымбеттің әнші қызымыз болды. Конкурсқа шыққаннан кейін бір атпен шығу керек қой. Немен шығамыз? Мен Қарлығашты ұсындым. Әні гитара салып көріп еді, Жақсыкелге ұнамады. Сосын бір кезде Болат Қарагөздің әнін тартты. Жақсыкелді ұнап кетті. Бәріміз Қарагөзбен сол Қарагөздің сақана жауып тұрғанда Қарагөздің әніменен сақана ашылады. Біз енді национальный гимнмен шықты ол уақытта. Сондай бір әсер қалдырғандай болды. Ал мына сахнадан тура 45 жыл бұрын алғашқы ән салғаны әлі де есінде. Бұл енді тарих қой. 40 жылдан асқан. Мына сол кездегі Қарагөз ансамблінің кәдімгі афишасы ғой. Қарагөз ансамблі емес, сол уақытта Жақсыкелді Сейілбек екеуміз қосылып ән шырқаймыз. Ол баянды ойлайды. Мен бірінші дауысты айтамын, ол екінші дауысты айтады. Сонда енді ол уақытта ру сұрамайды, орыстар қазір де сұрамайды ғой енді. Солисты братья Сейіловы дейді. Кезінде Қарагөз ансамблі жүрген әнімізбен біраз ұрпақтар өскен ұқсайды. Осы оқиғаны ұмытпайды. Қарагөздіктердің тағдыры мен Жезқазғанның тарихы тұтас дүние. Өйткені сонау 70-ші жылдары Қарагөз Жезқазғанның атын шығарса, Жезқазған атақты ансамблінің алтын ұясына айналды. Сарыарқаның сағымымен бір құшқан, сәулетіммен сәніменен нұр құшқан, салтанатты Жезқазғанның қаласы, асты алтын үстігіміз Гүлістан. Жезді бойы жез қалам, жер түбінен жез далам, алтын